Қарапайым күн, динозаврлар отбасы жайлауда қыдырып жүр. Алаңсыз серуендеп жүргенде, кенет оларды біреу бас салды. Жоқ, бізге жолбарыс шабуылдады. Құтқарыңдар. Бұл қалай болғаны? Қалай сонда? Сұлу. Динозаврлар мен жолбарыстар бір жайлауда кездесуі мүмкін емес. Олар әртүрлі кезеңде өмір сүрген. Онда жолбарыс завр. Жоқ, ондай жануар болмайды. Есесіне азуалты қарыс жолбарыстар болған. Бірақ олар 23 миллион жыл бұрын пайда болды. Динозаврлар болса 60 миллион жыл бұрын қырылып қалған. Барлығы ма? Барлығы емес әрине. Динозаврлар эволюция барысында қазіргі құстарға айналған. Мысалы тауыққа. Тауыққа? Мүмкін емес. Мүмкін болғанда қандай? Динозаврлар жайлы бұдан да қызық деректер бар. Күшті ғой, сұлу. Тағы айтып берші, білгім келеді. Енді саған шынымен қызық болса? Сонымен Тима, жолбарыстар динозаврлардан әлде қайда кейін пайда болған. Есесіне аралар, акулалар, тарақандар, тіпті үйрек тұмсықтар динозаврлармен бірге өмір сүрген. Қалпақ киіп алған үйрек тұмсық. Мынау қайдан жүр? О, қараш Тима, бұл біздің мемлекеттің картасы. Миллиондаған жыл бұрын қазір біз өмір сүретін жерде тиранозаврлар өмір сүрген. Атаммен бірге ме? Жоқ, Тима, атам оншалықты кәрі емес. Теориялық тұрғыдан тіпті біздің ауламыздан да динозаврлардың қаңқалары табылуы Сол мүмкін. қаңқаларды қазып аламыз ба? Өткен жолы қазына таптық қой. Жоқ, көгалды бұзсақ папам ренжиді. Мен тырысып көргем. Онда папам да бізге көмектессін. Тима, мұқият тыңда. Динозаврлардан бөлек Алматы облысында тіпті мамонттар өмір сүрген. Олар жазда ыстықтамады ма? Олар мұз дәуірінде өмір сүрген. Солай, оған қоса мұнда аралозаврлар да мекендеген. Үйрек тұмсықты өте ірі динозаврлар. Қалпақ киіп алған. Тима! Сөзімді бөле бермеш, өтініш. Ойымды бөліп жібересің. Жарайды. Рахмет. Не туралы айтып жатыр ем? Плезиозаврлар. Бір кездері біздің Каспий теңізіміз үлкен мұхиттың бір бөлігі болған. Сол кезде ол мұхитта плезиозаврлар мекендеген. Олардың салмағы 15 тоннадан астам болатын. Яғни 10 піл сияқты. Ал ұзындығы 12 метрге дейін жететін. Әлде аралозаврлар туралы айтып жатыр ма едім? Тима, мен не жайлы айтып жатыр едім? Тима! Иә, тыңдап отырмын. Жарайды, бәрін ұмыт. Қазір шынымен қызықты дерек айтып берем. Сен білетін бедің? Қазақстанда батрозаврларда тұрған. Рождестволық батрозавр, шөп көректі динозавр. Қазақстан аумағында сол динозаврдың тасқа айналған сүйегін тапқан ғалымның атымен аталған. Негізі бізде аттары қызық динозаврлар көп. Мысалы, Қазақстанозавр. Ойлаш, оның бір көзінің үлкендігі кішкентай пицца сияқты болған. Ал табылған сүйектердің жасы 100 миллион жыл. Ең қызығын айтайын ба? Оның сүйегін экскурсияда жүрген 3 оқушы тауып алған. Ойлап қараш! Тима? Айсұлу? Жылап отырсың ба? Жоқ. Көңілсіз сияқтысың ғой, жаным. Бірдеңе болды ма? Тима, динозаврлар туралы айтып берші деп өтінген. Ал өзі болса, өзі ұйықтап қалды. О, жаным. Оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Тима әлі тым кішкентай. Сол үшін мұқият тыңдай алмайды. Әдей солай істеді. Үнемі көңілі басқаға бөлініп, сөзімді бөліп, мүлде тыңдамады. Бауырыңа қатал болма. Кішкентай кезінде сен де мені тыңдамайтынсың. Мен болсам саған айтып берейін деп, әлем халықтарының ертегілер энциклопедиясын түгел жаттап алғанмын. Ал мен не істедім? Сен болсаң бірден маужырап ұйықтап қалатынсың. Қара. Тимаға сенің қасыңда жүрген, өзінше уақыт өткізген ұнайды. Ол өскен кезде осы жағдайды естеріңе алып күлетін боласыңдар. Мүмкін. Тіпті қызығушылықтарың сай келмесе де, басқа адамдар табылады. Сен көп оқыған, көзі ашық қызсың ғой. Білімді адаммен әңгімелескен қашанда қызық. Сұлу! Тима? Осында екенсің ғой. Сен іздемеген жерім жоқ. Дәл уақытында келдің, Темірхан. Кешкі асқа дастархан жоюға көмектесесің бе? Көмектесейін.
Бірақ алдымен аяғына дейін тыңдап алайыншы. Әлгі аралазаврлар туралы. Демек менің әңгімемді тыңдаған екенсің ғой. Әрине тыңдадым. Күлгілі қалпағы бар динозаврлар. Сен қуасың. Мен қуып сөйлесем. Абайласаңдаршы. Абайлап жүрміз. Ой, бұ. Жоқ. Тима, не білдіріп қойдың? Ол мамамның сүйікті кружкасы ғой. Қазір жинап тастайым. Тиіспе, қолыңды кесіп аласың. Уайымдамаңдар, менде жоспар бар. Біз оны желіммен жапсырамыз. Ешкім байқамайды да. Мен суперклейді алып келейін. Ал сендер мамамның көңілін бөле тұрыңдар. Ой, мама. Не болды, жаным? Тыныштық па? Мама, байқаусызда сүйікті кружкаңды шағып алдым. Кешірші мені. Ештең етпейді. Немене? Бұл бар болғаны кружка ғой. Қолдарыңды кесіп алмадыңдар ма? Жоқ, сынықтарға тиіскен жоқпыз. Жарайсыңдар. Жарайды, алтындарым. Мен жұмыс істеуім керек. Абайлап жүріңдер, жарай ма? Кешкі асты бүгін папаларың дайындайды. Міне, мама мүлде қамыққан жоқ. Мен қомайым. Тима, түсінбедің бе? Мамам бізге ренжіп қалды. Саған ренжіді. Немене? Мамамның орнында болсам, қатты ашуланар ем. Енді ол сенімен сөйлеспейтін шығар. Сұлу, Лалашын айтып тұр ма? Сүйікті кружкамды шағып тастаса көңілім түсер еді. Мамам қазір бөлмесінде жылап отырған шығар. Енді қайтсем екен? Балалар, тыныштық па? Папа, мамамның сүйікті кружкасын шағып алдым. Енді мамам жылап отыр. Бұдан бұлай менімен сөйлеспейді. Уайымдамаңдар, жаңа кружка сатып аламыз. Бірақ папа, ол сүйікті кружкасы болмайды ғой. Ең күшті кружка сатып алам. Мамаларыңа ұнайды. Онсыз да азық-түлікке барайын деп тұр едім. Көп ұзамай келем. Болды. Папам бәрін реттейді. Енді ойнай берсек болады. Папам келді. Сәлем, балалар. Сатып алдың ба? Иә. Міне. Бірақ папа, Бұл мүлде басқа ғой? Не? Тура аналарыңның кружкасы сияқты ғой. Бірақ мамамның кружкасында әдемі өрнек болатын. Ал мынау қарапайым ақ кружка. Менде бір ой бар. Папа, біз дайынбыз. Жаным, дастарханға кел. Бара жатырмын. Анашым, мен бәрін түсіндім. Жақсы болған екен, жаным. Сонда нені түсіндің? Мама, бұдан бұлай сені ешқашан бұлай ренжітпеймін. Жылағаныңды, маған қалай ашуланғаныңды білем. Дима? Түсінбедім. Сен не айтып тұрсың? Енді сенің кружкаңды шағып алдым ғой. Сүйікті кружкаңды. Шақтым ғой. Кружка? Оны әлде қашан ұмытып кеткем. Не? Ашуланып тұрған жоқсың ба? ол сүйікті кружка неті ғой. Сынсасына берсін. Ештең етпейді. Бастысы қолдарыңды кесіп алмапсыңдар. Тамаша! Мамам ренжімегенін біліп ем. Айтпақшы, анашым, мынау саған. Мәс саған, көп рахмет. Ары қарай қуаласпақ ойнаймыз ба? Мен қумайым. Мен де қумайым. Мен де? Қабай. Анашым, неге жылап отырсың? Енді қоспақ ойнамайым, сөз берем. Ұнамай қалды ма? Жоқ, жандарым, маған қатты ұнады. Онда неге жылайсың? Жай. Аналарың қатты қуанып тұр, жандарым. Адамдардың бәрі әртүрлі. Қиындық туындағанда, бақытты сәттерге әркім әрқалай қабылдайды. Рахмет. Бұл енді менің сүйікті кружкам. Мама! Енді ойнай берсек бола ма? Балалар,
Кешкі ас ше. Сендер аулада жүре тұрыңдар, қыздар. Аналарың 1 сағаттан кейін келет. Жарайды, апай. Көптен бері мектепте осыншалық ұзақ қалмаған едік. Я, талай болды. Онда суретімді аяқтайын. Лала, негізі көбелектердің 2 емес 4 қанаты болатынын білушімен? Білмеппін. Ал көбелектер аяқтар мен тамақтың дәмін көре алатынын ше? Жоқ. Олардың табандарында дәм сезу рецепторлары бар. Сондықтан көбелектер бірдеңенің үстіне қойылғанда Оны жеуге бола ма жоқ па анықтай алады. Сондай-ақ олар тұмсықтары мен гүлдің шырынын сора алады. Түтікшемен ішкен сияқты. Я, бірақ қайдан? Жәндіктер мен олардың достары. Немене? Бүгін ғана осы кітапты оқи бастадым. Иә, тамаша кітап. Табиғаттану оқулығынан әлдеқайда қызық. Жоқ дегенде 4 жұлдыз. Бірақ сүйікті кітабым акулалардың таңғажайып әлемі. 5 жұлдызға лайық. Сөзсіз. Мүмкін емес. Оны басылымнан алып тастады ғой. Қаласаң оқуға берейін. Әрине оқығым келеді. Рахмет. Не болып жатыр? Сен кімсің өзі? Менің атым Бота. Бота көз. Танысқаныма қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын, Бота. Менің атым Сұлу. Ал бұл менің сіңілім Лала. Дос боламыз ба? Лала, мұның не? Сұлу, мүлде танымайтын адаммен қалай дос боласың? Онда танысайық. Қандай қызығушылықтарың бар? Қандай ойын ойнайсыңдар? Қолыңдағы не нәрсе? Сурет саласың ба? Көрсем бола ма? Мәссаған. Ей, қане? Не болды? Енді ештеңе. Суретінің несі бар? Енді мұндай гүл табиғатта жоқ. Бірақ қапаланба, 3 жұлдызға лайықсың. 5-еудің ішінен. Не? Бұл мен ойлап тапқан лала гүлі. Негізі лала гүлдің түрі басқа. Оның күлтелері әлдеқайда аз. Менің айтайын дегенім ол емес. Екеуің бір-біріңді дұрыс түсінбеген сияқтысыңдар. Ботаның меңсегені... Сонда менен күшті салам дейсің бе? Әрине. Мен өсімдіктану оқулығын 5 реттен де көп оқығам. Иә, сені түсіндім. Бұлай істейік. Көбелек салайық. Бәстесейік. Көбелекті кім әдемірек салса, сол жеңеді. Бәстесейік. Ой, бұл... Бітті. Мен салып болдым. Міне. Мен де болдым. Қане, көрсет. Ал керек болса... Лала, керемет шығыпты. Рахмет, Сұлу. Қалай? Енді сенің суретіңді көреміз бе? Әрине. Сенімдімін. Онда айтарлықтай еште... Не? Сенелар емеспін. Көбелек тірі сияқты көрінеді. Кім жеңгені түсінікті деп ойлайым. Иә, айтпаса да түсінікті. Мен. Сен бе? Жоқ, мен. Қайталай бермеш? Меніңше достық жеңді. Жоқ. Бота, энциклопедиядағы сурет емес, ең әдемі сурет жеңеді. О, Лала, уайымдама. Күндердің күнінде табиғат қиялдың көмегінсіз ақ мінсіз екенін түсінесің. Ештеңе етпейді. Бұл ажырамас достығымыздың бастамасы. Мен саған білгенімнің бәрін үйретемін. Ал әзірше лайықты 3 жұлдызыңды ал. 5-еудің ішінен. Сен менің досым емессің. Мені де, Сұлуды да жайына қалдыр. Біз сенімен сөйлескіміз келмейді. Ұқтың ба? Бітті. Қай жерден тоқтап еді? Тұмсық па? Түтікше ме? Ой, не болды? Не үшін бұлай еттің? Бота жай ғана бізбен достасқысы келді. Не айырмашылығы бар? Бізге қайдағы біреудің не қажеті бар? Сұлу, қайда кеттің? Маған Ботамен сөйлескен ұнады. Ол көңілді, әрі ақылды. Сондай-ақ жаңа достарын ренжітпейді. Сен сияқты емес. Бота, тоқта! Сұлу. Менің білуімше олай емес. Бота, тыңдашы. Мен біраз ойландым. Енді сенен... Лала, тоқта, ештеңе айтпа. Алдымен мені тыңдап ал. Кешірші мені. Немене? Саған бекер 3 жұлдыз қойыппын. Білесің бе, суретті бұлай бағалауға болмайды. Ол өнердің бір түрі ғой. Сабақтан кейін өзімнен басқа біреудің қалғанына қатты қуандым. Анам көбіне жұмыстан кеш шығады. Жалғыз өзімнің ішім пысады. Және бәлкім ығырларыңды шығарған шығармын. Бірақ менің суретіме 1 жұлдыз қою қисынсыз. Баға мәселесін қайта қарау керек. Бірақ уайымдама Лала. Бәрін түсінем. Жай ғана ашуға бой алдырдың. Сені кешірем. Білесің бе? Дұрыс айтасың. Ұста. 3 жұлдыз 3-еудің ішінен.
одан да көп қояр едім, бірақ стикерлерім бітіп қалды. Менде тағы бар. Күте тұрыңдар, қазір әкелем. Қане, маған да бір екеуін берші. Маған да. Қайырлы күн, Санжар. Сұрайын деп едім. Таныстырылым дайын ба? Қалай дайын емес? Кездесу бүгін кешке ғой. Есепті кеше жіберуіңіз керек еді. Лала, қылғаламдарыңды ұмытпа. Алло. Жоқ, Санжар, сізге айтпаймын. Жоқ, сурет салу үйірмесі жоспарда жоқ. Мама, арқа қабымды көрмедің бе? Жоғарыдан қарадың ба? Онда жоқ. Өтінем, тездетіңізші. Демек ол ас үйде. Дұрыс. Балам, саған жатып демалу керек. Бірақ, мам, зерігіп кеттім. Мен жазылып кеттім. Балам, барып жата қойшы. Жақсы, қыздарды мектепке апарып, таныстырылымды аяқтап, кездесуге үлгеру керек. Сосын... Кешкі ас! Оны қашан? Алло? Жоқ, Жанел, ешқандай арт үйірме болмайды. Мама, бұл күртешені жек көрем. Қызғылт түсі керек. Кетуің керек. Лала, ол қыстық күртеше ғой, ыстықтайсың. Дима, әлі осында жүрсің бе? Қыздар, шығамыз. Қатты кешігіп барамыз. Жаным? Уайымдама, жаным. Темірханды өзім жатқызам, бара беріңдер. Рахмет. Кешкі асты келген бойда әзірлейм. Көріскенше. Ал, Темірхан, енді екеуміз ғана қалдық па? Аура беріп шаршадың ба? Қонақ бөлмесіне жатқызайын ба? Папа, ал... Темірхан, не болды? Папа, ішім пысты, ойнайықшы. Кейінірек ойнайық, балам. Кешкі ас дайындайын. Айтпақшы, сен әлі түскі асыңды ішкен жоқсың ғой. Сүйікті ыдысымыз қайда екен? Апшы! Басқа ыдысқа құйып берейін. Папа, ойнайықшы. Темірхан, әлі салат жасап, сосын компот жасайтын алмаларды сұрыптауым керек. Ал сен жатып демал. Мәне, енді дұрыс болды. Демала ғой. Жарайды, қасымда отыра тұрсаң болады. Бірақ әлсіреп кетсең, бірден төстегіңе барып жатасың. Келістік пе? Келістік. Тамаша. Папа, мұны не үшін істеп жатырсың? Көкөністер өте пайдалы. Жоқ, не үшін кешкі ас әзірлеп жатырсың? Мамам келген соң пісірем деді ғой? Енді бүгін кешкі асызақ мамаңның шаруалары шаш етектен. Сондықтан өзім пісіре салайын дедім. Түсінесің бе? Жоқ, бүгін тамақ пісіретін маманың кезегі. Оған қоса ол тамақ істегенді ұнатады ғой. Біз ойнай берсек болар еді. Енді білесің бе, өткен аптада атаң мен әжеңе азық-түлік апарып беруім керек еді. Ал мен жұмыстан босай алмай қалдым. Сол кезде мамаң менің орныма барып, оған қоса әжеңнің сүйікті тортын да ала барыпты. Мамаларыңа қатты риза болдым. Себебі мен баршы деп өтінген де жоқпын. Өзі ұсынды. Кейде мамаң маған көмектеседі, кейде мен оған көмектесем. Осылайша бір-бірімізге қамқор боламыз. Түсінесің бе? Әңгімеге кірісіп кетіппіз ғой. Салат дайын. Алма сұрыптау ғана қалды. Сосын ойнай берсек болады. Алақай! Папа, бетің қызарып кетіпті ғой? Ас үйде көп жұмыс істеп қойған шығармын. Қазір сәл демалып алам да, қалған шаруаны бітірем. 1 минут қана. Біз келдік. Алма! Жігіттер, қалайсыңдар? Қазір демімді басып алайын, сосын тез-ақ бірдеңе пісіріп жіберем. Алтай, саған не болды? Көп жұмыс істеп қойған сияқтымын. Апшы!
сау бол. Папа, білесің бе? Қосымша сабақ кезінде ойнап жүргенде күртешем жыртылып қалды. Рагу ма? Салат та бар екен. Кешкі ас дайындап қойдыңдар ма? Алманы да сұрыптап қойдық. Ой, жандарым ау, сендерге алғысым шексіз. Қазір температураңды өлшеген соң кешкі асымызды ішеміз. Сен болмасаң үлгере алмас едім, Темірхан. Рахмет. Оқасы жоқ, әкешім. Қамқор болғым келді. Ал әпкелерің келген шығар. Алақай! Сәлем балақайлар, күтпедіңдер ме? Айтпақшы, мен құралақан келген жоқпын. Алыңдар. Мәз саған, жасыл доп, кітап, жаңа қуыршақ. Көп рахмет, Әләпке. Бекер жұмыс істеп жүрген жоқпын ғой. Бауырларымды қуандып тұру керек. Айтпақшы аға, жала қалғанша қарызға ақша бере тұрасың ба? Алия, ақшаңды ақылмен жұмсап үйренуің керек. Я, рахмет. Тамаша, пиццаға тапсырыс береміз. Алақай, пицца! Әләпке, сен кім болып жұмыс істейсің? Оқудан бос кезде кофеханада істеймін. Әләпке, сен қандай мамандықты оқып жатырсың? Туризм менеджері мамандығында. Сонда кім боласың? Турист болам. Мұны қалай істейсің? Сондай қызық, менде бұған дейін пираттар жайлы кітап болмаған. Иә, бұл кітапты сүйіп оқитын едім. Тіпті әке-шешелерің танысқан кезде де өзіммен бірге болған. Немене? Сен әке-шешеміздің қалай танысқанын көрдің бе? Айтып берші. Олардың қалай танысқанын айтып берші. Айтып берші, өтінем. Жарайды. Күндердің күнінде Алтай екеуміз Астанаға жол тарттық. Купеміздің терезесінен көз жеткісіз, шексіз, шетсіз дала ғана көрініп, еш қауіп төнбеген. Кенет пойыз аяқ астынан тоқтай қалды. Мен терезеге қарап, кенеттен біреуді байқап қалдым. Мамамды ма? Одан да керемет, бауырсақ көрдім. Бауырсақ? Иә, станциядағы дүкеннен бауырсақ сатып алдық. Бірақ сосын папаларың да көріп қалды. Маманы ма? Жоқ, шай. Бауырсақпен бірге шейік деп шай алдық. Дым қызық емес хикая екен. Әрі қарай тыңдасаңдар, купемізге қайтып келе жатыр едік. Папаларың перронда жүгіріп келе жатқан біреудің сұлбасын байқап қалды. Ол мамам еді. Иә! Ол шабаданын көтеріп, тамбурға қарай жүгіріп келе жатты. Бірақ кеш қалды. Пойыз қозғала бастады. Жоқ! Папаларың дүрлігіп кетті. Алия, бірдеңе істеуіміз керек. Көзіне қарап, бірден аңғардым. Сол кезде мамаларыңды мен ғана құтқара алатынымды түсіндім. Сөйтіп не істедің? Бірден пойыздың бас вагонына жүгіре жөнелдім. Бірақ есікті ашсам, іште ешкім жоқ екен. Машинист дәретханаға кіріп кетті. Басқа малым болмады. Пойызды өзім тоқтатуым керек еді. Тоқтата алдың ба? Жоқ. Бауырсақ жеп қолым май болатын. Ал папамыз не істеп жатты? Ол кезде папаларың өліммен арпалысып жатқан. Және мамаларыңның шабаданымен. Қастарында мен болғаныма шүкір. Әке-шешелеріңді тез ішке кіргізіп. Сен пойыздың екінші басында емес пе едің? Мамам мен папамды көтеруге қалай күшің жетті? Иә, мамам шабаданды қайдан алды? Ол кішкентай сөмкелер ғана ұстайды ғой. Сөйтіп, қиындықтың бәрін еңсеріп, бәрі артта қалды деп ойласақ, кенет пойыздың төбесінен оғаш дыбыстар естідік. Әлі аяқталмады ма? Басымызды көтеріп едік, пираттарды көрдік. Бірақ бізде пираттар жоқ қой. Олар қарапайым пираттар емес еді. Олар далада өмір сүріп, Жапандағы жалғыз пойыздарға шабуылдайтын. Сөйтіп біз тұзаққа түстік. Бірақ мамаларың дала пираттарын ұстайтын аңшы болып шықты. Мамаларың екі қарақшыны ойсырата жеңді. Бірақ олардың ішіндегі ең қорқыныштысы, ең қауіптісі капитан Дала Сақал еді. Оның сол көзі жоқ еді. Есесіне тот басқан ілмегі мен ескі қалпағы болатын. Сол мезетте оң көзі де жоқ екенін байқадым. Сонда ол қалай көріп жүрді? Иығында тотығыс отырған. Ол капитанның жеке штурманы болатын. Сол жаққа! Ол мамаларында тығырыққа тіреді. Бірақ ол жалғыз емес. Ол папам ғой. Папа, қане? Әттең папаларың шайқасуды білмейтін. Сол жаққа. Сол кезде басты құралымды алып шық. Бауырсақ? Оны қайтпексің? Маңызды емес. Себебі оны байқамай құлатып алдым. Сосын әке-шешелерің үйленіп, сендер дүниеге келдіңдер. Бітті.
кетті. Мәссаған! Мына кітапта дала пираттары жайлы жазылмапты. Бұл өмірімде естіген ең оғаш хикая. Ал маған ұнады. Аләпке, дағы бірдеңе айтып берші. Ата-анамыз бауырсақтың арқасында аман қалды дегенге сенбейтін шығарсың. Оларды Аләпкеміз құтқарды. Солай ғой, Аләпке. Расымен де солай болған. Біз келдік. Жандарым, қалайсың? Папа, мама, шындығында қалай болғанын айтып беріңізші. Шындығында? Дала пираттарымен қалай шайқастыңдар? Ала пираттар? Иә, оларды қалай ұстағаның жайлы. Мен не істедім дейсің? Бір-біріңмен қалай танысқандарың жайлы. Енді түсінген сияқтымын. Ой, бұл сағат неше болғанын білесіңдер ме? А? Жататын уақыт болыпты. Алақай, Хикаялар ұйықтаймыз. кеше аяқталды. Орындарыңа жатыңдар. Ал шындығында қалай таныстыңдар? Мамаларыңмен бірге бір купеде болдық. Солай таныстық. Немене? Дым қызықсыз хикая екенін біліп ем. Әдетте қырда ағаш жоқ. Тек түрлі шөптер мен бұталардан өседі. Темірхан, тасқа шықпа, қауіпті. Ал тауда өсімдіктердің сан алуан түрі өседі. Гүл, мүк, тіпті жидектерді. Мәссаған, жидектер! Лала гүл тиіспе, олар улы болуы мүмкін. Сонымен қыр мен таудың негізгі айырмашылығы Әкешім, шаршадым. Кішкене демалып алсақшы. жетіп қалдық Айсұлу, сәл шыдашы. Алтай, күңкілдей бермеш. Тауға шықпағалы талай заман болды, я балалар? Одан да мына көрініске қараш. Бұл жерден күннің батқаны ерекше әдемі көрінетініне сенімдімін. Папа, осында қалайықшы? Күннің батқанын көргім келеді. Шатырды жардың қасында құруға болмайды, ол өте қауіпті. Немене? Сондай-ақ шатырды жартастың астына, ағысы қатты өзеннің қасына және қуысы бар ағаштың қасына қоюға болмайды. Жабайы орманда не болатынын болжай алмайсың. Ла-ла-ла-ла-ла. Қане, балаларға арналған 3 ұйықтайтын қап, дәрі қобдишасы, термос және 1, 2, 3, 4. 4 бала, бәрі осында. Міне енді демалсақ та болады. Мүлкіген тыныштық. Жым-жырт. Не жейміз? Мен ерекше ас дайындадым. Аталарың мен Әлия үшеуміз тауға шыққанда мұны жиі жейтінбіз. Қараңдар. Алақай, жұқалтырға оралған шарлар. Жоқ, бұл... Шоққа піскен картоп па? Иә, какаомен тамаша кетеді. Какао? Ешкім келеді. Тоқта, алдымен кешкі ас ішеміз. Бірақ папа. Уайымдамаңдар балалар. Кейін қойып беремін. Қалса әрине. Әлия, бұл саған да қатысты. Қараңдар. Папа, бұл жеті қарақшы ма? Ого, расымен де. Міне, қасында үркерде тұр. Аяқ жағындағы анау кішкентай жұлдызды көріп тұрсыңдар ма? Ол темір қазық. Ол әрдайым солтүстікті көрсетіп тұрады. Ертеде бабаларымыз соның арқасында жол табатын. Қазір GPS бары қандай тамаша. Иә, ол да маңызды. Десе де... Жабайы орманда не болатынын болжай алмайсың. Иә, естідік Алтай. Одан да сендерге қорқынышты хикая айтып берейін. Әлгі... Таспас туралы ма? Болды, қорқынышты хикая айтпаймыз. Одан да ойын ойнасақ қалай? Менде дойбы мен лото бар. Күте тұрыңдар, қазір алып келем. Дойбы? Иә, папамның ойындары мүлде қызықсыз. Ән айтсақшы. Кешір, жаным, гитарамның жағдайы мүшкіл көрінеді. Көрінеді демекші. Әлгі әдемі көрініс ашылатын жерге барып күннің батқанын тамашалайық. Иә, күннің батқанын. Аләпке барайықшы. Жарайт, барсақ барайық. Алақай, күн батып барады. Лагерден кетуге тым кеш болып кетпеді ме? Қорқпа, сұлу. Керемет болады. Алтай, біз алысқа бармаймыз. Дойбы ма, лото ма? Әлде дойбы ма? Аләпке, келіскеніңіз үшін рахмет. Папамды ұзақ көндіруге тура келер еді. Иә, оқасы жоқ балалар. Папаларын кейде тым қамқоршыл. Сөзіме сеніңдер. Ол мені өмір бойы тәрбиеледі ғой. Әлі де тәрбиелегісі келеді. Ал мен әлде қашан әпке болдым. Міне келдік. Алақай, күннің батуы. Мәссаған! Вау! Иә, керемет көрініс. Үлкен жұмыртқаның сарысына ұқсайды. Күшті болады дедім ғой. Солай ма, Сұлу? Сұлу? Сұлу қайда? Не? Сұлу? 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 Жоғалып кетті ме? Болды, ешкім жоғалған жоқ. Қараңғы батпай тұрып, оны тауып аламыз. Қараңғы батып кетті. Жарайды, жақсы. Сұлуды қашан көрдіңдер? Ей, әдетте бәрімізді папам қадағалап жүруші еді. Енді қайтеміз. Тима, жылама. Қазір бір амалын табамыз. Ой, Енді қайтеміз. Қараңғыда Сұлуды қалай табамыз? Лала, папамның не дегені есімде ме? Сұлуға қандай жұлдыз апаратын еді? Білмеймін, Тима. Мен
балалар, айғайламаңдар, бәрі бақылауымда. Ол қазір... Бізді алып келді! Олар осында екен ғой. Балалар, амансыңдар ма? Папа! Жарық сөніп қалды, ал сосын таспас келді. Сұлу, жұлдызымыз біздің. Таспас сені жеп қоймағанына сондай қуаныштымын. Не айтып кеттіңдер? Суық жерде отырма, салқын тиіп қалады. Бала кезімде сенің ақыл айтқаныңды тыңдап мезі болғанмын. Бірақ бүгін қуана тыңдадым. Демек мен күңкілдек емес екенмін ғой. Жоқ, әлі де күңкілдексің. Бәлкім кейде шектен шығып кететін шығармын. Онда екеумізде де болады. Не десе де мен үшін тым тәтті екен. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!